Бүгін сіздермен 40 қабаттан голубцы әзірлейміз. Алдымен тартылған етімізді салып, кішкене қуырып, үстіне пиязымызды, жуылған күрішімізді салып, аз қана қуырамыз. Үстіне шекер, тұз, бұрыш, хмель үстіне паприка саламыз. Жақсылап араластырамыз, томат саламыз, су құямыз. Орташа 40 қабатымызды алып, осылайынан кесіп, алып тастаймыз керек емес жерін. Қайнап тұрған суға 2 минуттай салып аламыз. Көп уақыт салудың қажеті жоқ, езіліп пісіп кетпеуі қажет. Жұмсарғанша осылайынан әр қабатынан алып отырамыз. Енді 40 қабаттарымыздың қатты жерін кесіп алып тастаймыз. Үстіне жаңағы дайын турамамызды салып ораймыз. Қырық қабаттың жарамсыз бөліктерін тастамаймыз, осылайынан қазанымыздың астыңғы бөлігіне орналастырып, үстіне орамаларымызды саламыз. Және де қалған 40 қабатты қайтадан саламыз. 2 ас қасық қызанақ пастасына тұз салып, су құйып, 250 грамдай су құямыз. Бір рет қатты қайнатып, отымызды сәл пәсеңдетіп, 40-45 минут пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер, өте дәмді. Сіздермен бірге болған Оспан Диана.